20 жыл бұрын тастап кеткен баласымен жолықты. Оқиға былай болады. Өнер қырандары театрының қыз жігіттері бір жақсылық жасайықшы дедік те, бір концерттің алдында жетімдер үйіне барайық дедік. Қолымызға керек жарақтың барлығын алдық, тәттілерімізді, сол балалар жақсы көретін дүниенің барын алдық та балалар үйіне бардық. Барған кезде есігін ашып кіргенде кішкентай балалардың барлығы алдымыздан жүгіріп шықты. Бір қыздар, бір қолдарынан ұстап алған, ұлдар, екі-үш адамнан бөлініп алған. Содан кіріп келдік те амандастық. Кіргеннен кейін балалар үйінің сол жердегі басшысы, міне ағаларың келді, әпкелерің келді, қараңдар, не дейміз, ассалаумағалейкум дейміз деп, кәдімгі қарапайым үйдегі бір атмосфера, үйдегі жағдайды, қалыпты жағдай болды да. Біз кірген кезде үйіне барсаң, кән балам амандас, аға ассалаумағалейкум деп сөйтіп үйретеді ғой, сол секілді болды да. Содан бірден кірісіп кеттік, балаларға тәттілерін беріп жатырмыз, атын кім, бірінен кейін бірін сұрап жатырмыз. Балалар да бізбен бірден етене араласып ойнап кетті. Ана жерде біз енді балаларды ойнатқанымызға риза болып, тәттісін беріп, арқамызға салып, екі жаққа бөлініп алдық. Сол жерде отырдық та жаңа көкпар ойнадық, балалармен, ұлдармен, қыздармен неше түрлі қыздар ойын ойнады. Сосын астына түсіп шай ішіп жатырмыз. Балалар жаңа өздерінің армандарын айтып жатыр, тілектерін айтып жатыр. Біз де өнерімізді көрсетіп, әнімізді айтып. Бір кезде екі этаж, екі қабат ортасында терезе бар. Перде жауып тұр. Сол жерден өтіп баратқан кезде бір жылаған дауыс естілді. Ақырын тоқтадымды, пердені ақырын ашсам, бір 5-6 жасар бала терезеден ұстап жылап тұр екен. Сөйтіп мен, ей, саған кім тиді деп бүйтіп қарасам, орыс ұлтының ұлы екен. Содан анау бала жылап тұр. Ой, что случилось деп мен енді барынша көңілін табайыншы деп бүйтсем, одан бетер деп жылап жатыр да. Сосын сол жердің басшысы айтты, Мадияр, тиіспей-ақ қой, ол қазір осындай уақытта өзі сол терезеге шығып алып тұрады деді. 5-6-ның уақыты мырт басып қалған кез ғой. Осындай уақытта ол терезеде тұрып осылай жылайды деді. Тиіспей-ақ қой, қазір бір шамалы уақыттан кейін өзі басылады деді. Мен түсінбедім. Сен осындай уақытта бұның әкесі кезінде жұмыстан қайтып келетін уақыт екен. Сол әрі өткен адамға қарап, өйстіп жылап айқайлап тұрады дейді. Мен ақырын пердені жаптым ба, бірақ кете алмадым. Тұрын, бір кезде ана бала шынымен де адам өткен сайын терезені қағып, папа деп жылайды екенше. Мә, жүрегім ауырып, ана перденің артында тұрмын. Пердені аштым да, Дима аты, Дима екен. Аға айтты, Дима, идем сюда, давай, Дима, я тебе шоколадку дам, анау деп атым, ол жылап тұр. Нет, папа деп. Еме көндір алмадым шыны керек. Жүрегімде шыдамат шығып кеттім. Балаларға айтып едім, бір кезде жүгіріп шықты, жаңа Райым деген дос бала шығып, мойнына мінгізіп қарасам, ойнатып жүр екен. Я твой папа деп, ана, ты папа мой деп. Да, конечно деп келіп, мойнына салып, ана жерде ойнат. Енді жүрек қатты ауырды да келдім да, мен жаңағы балалар үйінің басшысына айтып жатырмын, не істей аламыз, аға айтыңызшы, не алып бере аламыз, балаларды қалай деп, жүрегіміз қатты елжіреп анаған. Жанымыз ашып сөйтіп едік, айттым, Мадияр, оған қатты уайымдамай қойыңдар. Балаларда бәрі бар, Аллаға шүкір. Өкімет те өлтірмейді, жататын жерлері бар, киімдері бүтін, қарындары тоқ, өздерің сияқты жігіттер керек жарағын бәрін алып келіп жатыр, тәттісіне дейін бәрін беріп жатыр. Бұларда проблема осы балалар үйінен тәмамдап шыққаннан кейін басталады деді ғой. Осы жерден қалай босағадан аттайды, оларда өмірлік проблема басталады. Өйткені әкем-ау деп күтетін әке жоқ, айналайын деп құшағына басатын анасы жоқ, құшағын айқара ашып қарсы алатын ағайыны жоқ, туған туысы, жекжаты, нағашысы деген түсінік жоқ. Содан кейін бұлар далада қалғандай болады. Дайын тұрған баспанасы жоқ. Барып кірісіп кететін не жұмыс жоқ, оқуға түсе салайын дейтін оқуы жоқ. Не істерін білмей, қайда барарын білмей, бұлар көздері алақ-жұлақ болады да қалады дейді. Бізде қол ұшын бере алмай қаламыз, бізден кетеді дейді. Сосын оларда ағайын, туыс, бауыр деген түсінік жоқ дейді. Балаларда сол қиын дейді. Сондықтан біз мына ортада бұларға мынау ағаң, мынау інің, мынау әпке, мынау сіңілің, мынау сенің үлкен ағаң, мынау сенің кішкентай қарындасың деп
бір отбасылық құндылықты үйретеміз дейді. Балаларға отбасы деген санаға сіңірілмесе өте қиын дейді бұл жерде. Балалар шыққаннан кейін, осы нәрсе жоқ болғаннан кейін олар не істейді дейді. Амал жоқ. Өзінің іштегі жан дүниесіндегі проблемасы бардай адамды табады дейді. Жалғыз өзі сондай бір өз секілді бір қызға үйленеді, немесе қыз болса ұлға күйеуге тиеді да, сөйтіп жүріп проблема болып отбасын құрады. Дүниеге кішкентай бала келеді, ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды отбасы болғаннан кейін. Сөйтеді да бір жағдай болып қалған кезде бірден күйеу бөлек кетеді, ажырасады, әйел бөлек кетеді да, ортада бала не істейді? Бірден қайттан осы бізге алып келеді дейді балалар үйіне. Сенесің бе дейді, бізде осы балалар үйінде 3 ұрпақ шыққандар бар дейді. Баласы, әкесі, әкесінің әкесі осы жетімдер үйінде өскендер бар дейді. 3 ұрпақ. Өйткені кез келген жағдайда оларда бір отбасы, ағайын, туыс дейтін былай ұстап қалатын нәрсе жоқ болғаннан кейін кетіп қалады дейді. Баланы жетімдер үйі өлтірмейді, мені де өлтірген жоқ, баламды да өлтірмейді деп алып келеді дейді. Осыған қатты қынжыламыз дейді. Шынымен де менің жүрегіме қатты батты да осы нәрсе. Сондықтан біз мына балаларға мына семья, отбасы дегенді түсіндіргіміз келеді дейді. Әйтеуір бізде қазір жетім болмаса да қоғамда осы проблема қатты өршіп тұр. Қатты өршіп тұр. Қалай десеңіздер, талай семья, отбасы ажырасып жатыр. Оны бір ұстап қалатын бір әулет болмай жатыр. Ұстап қалатын семья болмай жатыр. Бұрындары қалай еді шынымен де. Біз білетін үлкендеріміз отбасы ренжісе міндетті түрде ағайын араласып, екеуін татуластырып қосатын еді. Нағашысы болсын, жиені болсын, ауылда талай көрдік. Ауылда той-домалақ, бір қонағасы, құдай тамақ болса да, ер адамдар қазан басында от жарып жүретініміз, отын жарып, от жағып, ағаш аралап жүргенде, сол жерде қалай, семья қалай деп бір нағашысы жиенінен сұрап жататын. Келініңіз қисық қыңыр болып мінез көрсетіп деген кезде бір әйтеуір бір ағасы айтатын, үлкен кісі тұрып, мойның жыл бола ме, келінге артық сөйлеме, семьяң бүйтпе деп, сол жерде сол отбасын тұтас қайттан біріктіріп жіберуге тырысатын ағайындар болатын, үлкендер болатын, сөз өтетін, соларды тыңдайтын. Әйтеуір бір ағайын әулет ұстап қалатын отбасын, ажыратпай, ыдыратпай. Үлкендері тайт деп отыратын шынымен де. Қазір қоғамда жаңағы балалар үйінің басшысы айтып жатқандай, осы жетім балаларда ағайын деген, туыс деген, отбасы, әулет деген ұғым болмағаннан кейін мүмкін сондай үлкен бізде қайталана беретін шығар осы нәрсе депші. Ал енді сондай болмаса да, бірақ елде осындай проблемалар көп та. Осыған кішкене ойланып шыққаннан кейін енді жүрек қатты ауырып, неге біз бұл қоғамда балалар үйіндегі балаларға біз сондай түсінік қалыптастырмаймыз? Біз мына ел деген үлкен бір отбасымыз, отан отбасынан басталады деген, отанның өзі үлкен бір отбасы ғой. Балаларға сондай түсінік қалыптастырайықшы деп, ең болмаса қойылыммен бір нәрсе қояйықшы деп, біз түлектер деген қойылым қойған болатынбыз. Естеріңізде болса, сол түлектер деген қойылымда 20 жылдық кездесу болып, сол кездесуде бәрі кездеседі, жігіттер өзінің әзілдері бар, 20 жылдықта жеп қойған ақша деген секілді. Түбінде ол ақшаның бәрі желіп қоймаған, апайлары, ұстаздары ауырған кезде соған жіберген деген секілді. Ең соңында ұстазы келеді, ұстаздары оқытқан, ұстаздары келіп, альбомды ашқан кезде белгілі болады, бұлардың барлығы 20 жыл бұрын балалар үйінен түлеп ұшқан түлектер екен. Сол кезде сол оқиғаның бәрі сол жерде айтылады. Сол концертіміз күшті, керемет өтеді. Ертеңіне, концерт біткеннен кейін ертеңіне таңғы 8-де Жанболат бізге сағат 9-дарда ма жазып тұр ғой. Сообщениясын жіберіп чатқа. Бізде Жанбоның инстаграмда той-пой деп нөмірі жазылып тұратын. Тікелей хабарласатын. Қалғандарымыздың нөміріміз жоқ, инстаграм не деген жоқ болған. Содан Жанболатқа таңғы 8-де нөмірін тауып алып звондаған ғой бір кісі. Звондайды: алло, сәлеметсіз бе? Ол мен ғой. Кеше сіздердің концерттеріңізде болғам. Сіздер мені танымайсыздар. Мен сіздерді өмірімде шынымен көрмегем, концерттеріңізді де көрмегем. Бірақ құрбым концертке баратын болып мені бірге алып кетті. Концертте отырып, сіздердің жаңа түлектер деген жетімдер туралы қойылымдарыңыз көріп, әбден жыладым. Өйткені 20 жыл бұрын менің жастықпен жасап қойған үлкен қателігім бар еді.
осындай баламды балалар үйіне тастап кеткен едім. Кеше сіздердің концерттеріңізді көріп отырып, мына тамағымды өксік қысып, өкіріп, жылап дейді, шыққаннан кейін түнімен отырып, телефондарыңызды іздеп отырып, балалар үйіне звондаған, ол ана нөмірін берген, сөйтіп жүріп, 20 жыл бұрын қалдырып кеткен баласын нөмірін тауып, қазір міне сағат 9-да екеуміз кездесейін деп тұрмыз. Сол балам екеуміз кездесердің алдында сіздерге бір ауыз звондап, рахмет айтқым кеп тұр, алғыс айтқым кеп тұр деп жылап хабарласады ғой. Содан кейін телефон қойып, Жанболат бізге жазады, мені мынандай жазып жатыр, мынандай кісі звондады, мына сообщениесі деп бәрін жібереді. Шынымен еріксіз көзіңе жас келеді, бір жүрек елжіреп. Осындай бір қойылымдардың барлығы бекер емес, әйтеуір пайдасын тигізіп, қайта бір-бірін тауып, үлкен бір әулет болып кетсе екен деп тілеген, ниеттеніп жасаған қойылымдарымыз осындай үлкен пайда береді. Сол пайдасын берген кезде, соның жауабын естіген кезде қатты қуанасың. Мына теңізге тамған тамшыдай болса да, бір титтей тамшыдай болса да, бір жақсылығымыз тиіп жатқан шығар деп қоғамға. Сондықтан айтамыз, өнер ұлтқа қызмет ету деп, театрдағы әрбір жасаған ісіміз бұл тек қана күліп қана қоятын дүниелер емес, бір қуантатын сол адам баласының жүрегіне жылу сыйлап, сол жылу арқылы өмірін өзгертуге үлкен жол ашатын бір дүние. Сондықтан осы ананың тағдырын айтам, 20 жыл бойы қаншама университеттерде оқыған шығар, қаншама үлкен шараларға барған шығар, ішіндегі жүректегі бұл дерт мүмкін емес қой емделіп кету. Туғаныңды тастап кету мүмкін емес емделіп кету. Бірақ осы 20 жылдың ішінде талай ішіндегі дертін тұншықтырып басу үшін талай нәрсе жасалған шығар. Талай білмей мотивация да алған шығар. Талай бір жігер беретін курстарға да қатысқан шығар. Талай қаражатын жұмсаған шығар. Бірақ өнер құрамдарының концертіне 5-6 мың теңгеге билет алып келіп, тұтас өмірін, тағдырын өзгертуге мүмкіндік алғанына біз шын жүректен қуаныштымыз. Әрбір біздің қойылымдарды көретін көрерменімізге, жүректеріңізге жылу жетіп, жүздеріңізге нұр ұялап, өмірлеріңізде жолдарыңыз ашық болса деп тілейміз.